Қауымдастықтарымыздың өркендеуі біздің қолымызда, және біз бірлесіп күш салу арқылы әлемді жақсы жаққа өзгерте аламыз. Бүгін біз жергілікті бастамашыл топтардың күшімен 32 шағын жобаны іске асырған қоғамдық кеңістіктер жобасының жетістіктері туралы баяндаймыз. Жылыой ауданына қарасты Қосшағыл ауылында воркаут алаңы ашылды, және Тұрғызба ауылындағы шағын футбол алаңына көрермендерге арналған 80 орындық орналастырылды. Бұл шаруаны аудан әкімдігінің ұйымдастыруымен Орталық Азия Еуразия қоры жүзеге асырды. Ал оларға Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаржы. Боранқұл ауылында 3 балалар ойын алаңы мен 2 ересектерге арналған спорт алаңы пайдалануға берілді. 5 жаңа жоба. Қоғамдық кеңістіктер әлеуметтік жобасы Атырау облысы Жылыой ауданында және Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында іске асырылды. Құлсары қаласы 9 жоба, Тұрғызба 6 жоба, Шоқпар-Тоғай ауылы 5 жоба, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Боранқұл ауылы 5 жоба, Жаңа Қаратон кенті 3 жоба, Қосшағыл ауылы 3 жоба, Ақкестоғай ауылы 1 жоба. Көп жылдан бері қарай ойластырып жатыр едік. Бүгінгі күн бітіп, балалар соның ішінде ойнап мәз болып жүр. Сіздерге көп рахмет, жан-жақтан келген азаматтар. Бұрын тек қалай солай топырақ болып, әр жерде домалап ойнап, кез келген жерде ойнап жүретін еді. Қазір жақсы болды. Осы мынада ойын алаңдары ашылып жатыр, Апорнийда, Боранқұл мекенінде. Көп жерлерде ашылып жатыр. Осы азаматтарға рахметімді айтам. Осындай балдарға ойын алаңын ашып бергендеріне көп рахмет айтам. Мен көп балалы анамын. Осы алаң ашылғалы бері балдарымыз осы жерде ойнайды, алаңдамаймыз ешқандай. Мен 11-демін, мен қазір сотканы көп қарамайым, TikTok, YouTube-тарды көп қарамайым, осында келіп достарыммен уақытымды өткізем. Бүгін мына газон алаңында отырыстар жасап, талапқа сай ауыл жастарының спортқа деген несін арттыру мақсатында жасап жатқан жұмыстарына көп рахмет айтамын. Енді осыған демеушілік көрсетіп, қолдау көрсеткен мына шоу өкілдеріне алғысым шексіз. Енді оны көріп отырсыңдар, мынау енді соғыстан оралмағандарға мынандайды жасап жатқан мына әкіміміз бар, белсенділеріміз бар, ал бәріне рахмет. Өткізілген іс-шаралар: офлайн тренингтер мен семинарлар саны 11, онлайн консультациялар 220, тренинг қатысушылары 185, барлығы 78 өтінім келіп түсті. Іске асырылғандары 32, жоба қатысушылары 502, әкімдік өкілдері 21. Бенефициарлар саны 8910, қауымдастық үлесі 30 миллион теңге. Қоғамдық кеңістіктер әлеуметтік жобасы Орталық Азия Еуразия қоры бастамасымен, Теңізшевройл компаниясы серіктестікте және қаржылай қолдауымен ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсарту үшін жергілікті үкімет пен бизнес өкілдерімен бірлесе отырып, жергілікті белсенділер мен тұрғындарды қоғамдық инфрақұрылымды жетілдіру үрдісіне жұмылдыру, әрбір тұрғынның өз қаласы мен ауылының дамуына, гүлденуіне жауапты екендігін және оған бірлесіп күш салу арқылы қол жеткізуге болатынын түсіндіру мақсатында басталды. Мақсатқа жету үшін жоба командасы өз алдына бірнеше міндеттер қойды. Жергілікті халықтың назарын өз қауымдастықтарындағы проблемаларды шешуге аудару, жергілікті халықты жобаларды әзірлеу мен жобалауға үйрету, жергілікті биліктің қолдауымен белсенділер мен еріктілер, азаматтар мен жастар жергілікті инфрақұрылымды жақсарту бойынша жобаларды іске асыру. Көтерілген мәселелерді шешу үшін және қауымдастық белсенділер мен ауыл тұрғындарын ынталандыру үшін белгілі бір білім, жаңа дағдылар, инновациялық тәсілдер мен нақты механизмдер қажет. Еуразия қоры жоба аясында барлық 8 елді мекенде жергілікті билік өкілдерінің, белсенділердің, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері мен жас көшбасшылардың қатысуымен фокус топтарын өткізді. Нәтижесінде жоба идеясын жергілікті белсенділер де, жергілікті әкімдік өкілдері де түсініп, толығымен қолдау танытты. Жалпы мына нысандар, бүгінгі тапсырылып жатқан нысандар жалғыз Теңізшевройл емес, мына
Орталық Азия, Евразия қорының арқасында біткен нысандар. Жалпы сосын мына тұрғындардың өздері осындай бүгін ат салысып, жалпы осының бәрі өз қолдарымен жасап, бітіріп, соғанда біздер алғысымызды білдіреміз. Боранқұл ауылының әкімі қазіргі таңда Теңізшевройлдың демеушілігімен және де Азиядағы Евразия қорының ұйымдастыруымен осы ауылымызда балалар ойын алаңын және көше тренажерін ашып жатқан жайымыз бар. Осы ауданның, Жылойдың ауданының тұрғындарының белсенділігін көрсетіп, өздерінің жаңағы тұрмыстық әл-ауқатын жақсартуға деген ұмтылысын көрсетіп отыр. All the women in the village who are supporting their husbands, we wish you great success, we wish you happiness with your families. For all the appas and all the ajers. Құрметті қонақтарға тағы да алғысымды білдіргім келеді. Бұл бірінші іс-сапарларыңыз болмасын. Келер жылда да осы елді мекенде бірнеше жобалар ашылуына сән салтанатпен қатысуға тілектестігімді білдіремін. Рахмет көп-көп. Амчам Awards гала кешінде Орталық Азияның Еуразия қорының бастамасымен, Теңізшевройл серіктестікте және қаржылай қолдауымен 4 жыл бойы іске асырылып келе жатқан қоғамдық кеңістіктер әлеуметтік бағдарламасы ең үздік деп танылып, қоғамдық жұмыстар номинациясымен марапатталды. Сөз соңында шағын жобаларға қатысушылардың және барлық ауыл тұрғындарының атынан біз Теңізшевройл компаниясының әлеуметтік жобаларды қолдағаны үшін жергілікті белсенділердің керемет идеяларын іске асырудағы түсіністік пен сенім танытып және қаржылық қолдау үшін алғыс айтамыз. Теңізшевройл компаниясына ары қарай өсіп өркендеп, жаңа табыстар мен жетістіктерге жете беруді тілейміз.